Сәлем достар, сіздермен бірге мен Салтанат Мәдениет, менің тоқыма каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осындай әдемі детский пинеткидің тоқылуын үйрететін боламын. Бұл мендегі қазіргі қолымдағы 3 жас жаңадан туылған балдарға арналған новорожденный. Ал менің қазіргі сіздерге үйрететінім ол 3 айдан 6 айға дейінгі аралықта. Алдымен бізге керек заттар ол жіп. Мендегі жіп Alize Baby Best, турецкий пряжа, 90% акрил, 10% бамбук. Специи менде резинасына номері 2 және негізгі бөлігінен номері 3-ті қолданатын болам. Мендегі негізгі бөлігіне қолданатын специи чулочный специи. Ал егер сізде ондай болмаса, басқа да қолдансаңыз болады. Және де ине, арнайы осы тоқуға арналған ине, қайшы керек болады бізге. Ал ендеше қазір қыздар носочкимізді тоқып бастайық. Алдымен біз резинасын тоқимыз. Носкиміздің резинадан кейін алдыңғы бойын тоқимыз. Одан кейін жанын, ең соңында табанын тоқитын боламыз. Мендегі бұл 0 жасқа жаңа туылған балдарға арналған. Резинаның биіктігін өзіңіз білесіз. Алдын тоже мүмкін сіз қоссаңыз да болады. Және де осы жіптен басқа Alize Lana Gold жіптермен тоқысаңыз да болады. Ал ендеше айтпақшы, бұл узор менде жемчужина деп аталады. Өте оңай узор, қиналмайсыз, тек оң теріс тоқып білсеңіз болғаны. Ал ендеше жібімізді іліп бастайық. Мен жіпті 2 қабатымен алатын болам, себебі 1 қабаты менде жұқа болады, сондықтан 2 қабаттап алатын болам. Және де размерім мен қазір 3-тен 6 айға дейінгі размерде тоқитын болам. Осы видеоға қарап сіз 2 парында носочкидің тоқып алсаңыз болады. Ал ендеше бастайық, жібімізді іліп, сәттілік. Мен жіпті осылай баспармақпен сұқ саусақтың үстінен ұстайтын болам. Алдымен үстіңгі біздің тұрған жібімізден баспармақтың астынан өткіземіз. Одан кейін сұқ саусақтың тоже астынан әкеліп ілмектің астынан өткізіп аламыз. Бастапқыда 2 ілмек, одан кейін ары қарай бір ілмектен алынады. Мен қазір 32 ілмек аламын. Ал сіз 6-9 айға алатын болсаңыз, 38 сондай ілмектер алсаңыз болады. Ілмек санын көбейтіп басқа размерге де тоқи аласыз. Менде қазір 10 ілмек, осылай өзіңізге керек мөлшердегі ілмекті алатын боласыздар. Одан кейін резинаны тоқитын боламыз біз. Қазір мінеки мен өзіме керек 32 ілмекті алып алдым және специяға бөлдім. Примерно деп бөлдім, мен санамадым. Енді қазір біз бекітпе жасайтын боламыз. Бекітпені мынау ілмектің оң жақ ілмектегі, мен мынау ыңғайсыз специи, сондықтан қолмен өткізіп көрсетемін. Сіздің специяңыз ыңғайлы болса, специямен өткізсеңіз де болады. Оң жақтағы біздегі ілмегімізді келесі бізге өткіздім. Одан кейінгі ілмекті қазір мына специяды шығарып алуға болады. Одан кейінгі ілмекті осы жаңағы өткізген ілмегіміздің үстінен өткіземіз де босатамыз. Көрдіңіз ба? Босатамыз. Яғни жаңа біз ілмек ілген кезде 32 емес 33 ілмек ілеміз. Бір ілмек артық осы бекітпеге. 33 ілмек, уже жаңа біреуін босаттық. Бізде сәйкесінше 32 бастапқы ілмек санымыз қалды. Енді оң теріс тоқимыз. Бірінші ілмек оң, одан кейін теріс, оң, теріс, оң, теріс. Ешқандай қиындықсыз осылай оң теріс тоқисыздар. Мен шамамен биіктігі 8 см болғанша тоқимын.
резинаның биіктігі. Сіз одан биіктеу, одан да биіктеу 10 см, 9 см-ге дейін алсаңыздар болады. Қатар саны маңызды емес, иә. Себебі әр жіптің көлеміне байланысты, қалыңдығы, жуандығына байланысты әртүрлі қатар саны шығуы мүмкін. Неке осылай тек оң теріс ала бересіздер. Мен мына специяды салып, енді келесісін шығарып алып, сонымен тоқитын боламын. Так, соңғысы менде оңмен аяқталды, значит, ары қарай теріс тоқимын. Одан кейін оң өстіп айландыра тоқи бересіздер. Мынау біздің қатарымыздың басталған жері. Екінші жібіміздің ұшы тұрған жер. Мінекей, достар, мен уже резинаның биіктігін тоқып алдым. Менде қазір биіктік 8 см. Сіз бұдан көбірек алсаңыз да болады. Ең бастысы ол жаңа айтқанымдай маңызды емес, қатардың саны маңызды емес. Өзіңізге керек биіктікте тоқысаңыз болғаны. Так, келесі мен чулочный специяға ауысамын. Мендегі номер 3. Так, бастапқы мен мінекей уже қатардың басталған жері, мына жерде жібімнің тура басталған жеріне келдім мен. Так, ары қарай мен 8 ілмекті просто оң тоқып аламын. 32-ні біз қазір 4 бөлікке бөліп тоққанда әр бөлікте 8 ілмектен болады. Сондықтан осылай 8 ілмекті бастапқы алдын оң етіп бөлек тоқып аламын. Көрдіңіз бе, барлығын тек оң тоқып жатырмын. Сізде чулочный специя жоқ болса, қазір мен ілмегімді іліп алайын. Жоқ болса, чулочный специя, онда кәдімгі осындай резинасы бар специялармен тоқи берсеңіз де болады. Просто осы бастапқы 8 ілмекті оң тоқисыз. Енді келесі бізге мен 8 ілмекті бөлек алам. Так, мынау менде алдын биік көтеруім керек. Көрдіңіз бе, мына носочки сияқты алдын тек қана оң тоқим, одан кейінгі басқа бөліктерін жанын, артын мен жемчужина узорымен тоқимын. Так, қазір менде бірінші ілмек мен теріс алдым. Көрдіңіз бе? Одан кейін оң. Одан кейін теріс. Одан кейін оң. Одан кейін теріс. Резинада, мысалы, оң тұрса, мен келесі ілмекті теріс алып жатырмын. Түсінікті ғой? Бір оң, бір теріс. Так, мына аяқты тартып шығарып алам. Сегіз ілмекті алдым. Енді келесі специяға тоже. Мына жерде менде соңы оңмен аяқталды, келесі теріс. Как раз оң тоқылған резинаның үстіне теріс ілмек түсті. Неке теріс ілмектің үстіне оң түсіп жатыр, оң ілмектің үстіне теріс ілмек түсіп жатыр. Керісінше осылай жасаймыз. Оң теріс. Осы бірінші қатарды шатаспай алсаңыз, келесі қатарларда сізге оңай болады. Бастабында шатассаңыз, ары қарай қиындау болады. Сондықтан асықпай, тек оң теріс тоқисыз. Келесі уже үшінші бізге, жоқ, төртінші бізге оң теріс тоқимыз. 8 ілмек. Барлығы бізде 32. Бұл менде мінеке уже бірінші қатар аяқталынды. Енді менде қазір екінші қатар басталады. Мына специяның уже қажеті жоқ маған. Номер 2 размердің. Енді мен тек осы 3-пен тоқитын боламын. Менде алды, міне уже қатардың басына келдік. Алдыңғы бөлік 8 ілмек. Мен бұларды тек оң тоқитын боламын. Бірінші ілмек мінеки. Вот мынау секілді просто оң тоқылады. Бұл менде қазір екінші қатар, қыздар. Тек оң тоқып жатырмын.
Енді келесі мына бетіне өткен кезде бізде теріс, ішкі жағы теріс. Арғы бетіне оң болып көріну үшін бірінші ілмекті просто іліп аламыз, ары қарай теріс тоқимын. Сонда алдынан қараған кезде бізге носочкидің оң жағынан қарағанда ол оң ілмек болып көрінеді, біздің теріс ілмектер. Соңғы ілмек кромочный, теріс алам. Ары қарай үшінші қатар бірінші ілмек просто іліп алдым, ары қарай оң тоқимын. Осылай биіктігін мен 12 қатар болғанша тоқимын. 12-14 қатар болғанша тоқитын болам. Бірінші ілмек просто іліп алам. Бұл менде 4-ші қатар. Ары қарай іш жағында біз теріс тоқимыз. Теріс. Соңғы ілмек ол кромочный постоянно теріс. Осылай өзіңізге керек биіктікте тоқитын боласыздар. Мінеки мен қыздар 14 қатар тоқыдым. Биіктігі менде алды 14 болды. Мына жанын білесіздер, жаңа біз бағана оң теріс тоққан жаны. Осы жанын біз тоққанда бірінші қатар деп санадық. Одан кейін екінші қатардан бастап біз тек қана алдын тоқыдық. Жанын артын тоқтатып қойдық, Значит, сол жаңағы бірінші қатардан бастап полный санаған кезде сізде 14 қатар тоқылу керек. Осы жанындағы қатармен общий қосып санаған кезде басынан бастап мына соңына дейін 14 қатар. Және сіздің мына тоқып жатқан ілмегіңіз сіздің сол жағыңызда тұру керек. Сол жақта және мына кромочный ілмектерден біз қазір ілмектер алып жанын тоқитын боламыз. Қазір мен көрсетейін. Мына негізгі жібіңіз сіздің сол қолыңызда ұсталып тұру керек. Ал егер ар жақта қалатын болса, онда сіз теріс жағынан бастауға тура келеді. Ол дұрыс емес болады. Сондықтан сіздің сол қолыңызда тұру керек. Егер сіз қатар санын шатаспасаңыз және де жұп қатар қып тоқыңыз, мысалы 15 қатар тоқысаңыз, жібіңіз арғы бетте қап қалады деген секілді. Жұп етіп тоқысаңыз, онда міндетті түрде жібіңіз сіздің сол қолыңызда тұрады. Ал қазір мінеки мына кромочный ілмектен біз жіп қосамыз. Осы спицияға мен қоса берем, жаңа спици бастамайым. Жаңағы алдын тоққан мінеки 2 ілмекті бірге аламыз. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ілмек алдым. Енді ары қарай мына жақты тоқимын. Бізде мында жаңа менде теріспен тұр, значит мен бұның үстіне оң тоқуым керек. Оңның үстіне теріс. Теріс ілмектің үстіне оң түсті. Оң ілмектің үстіне теріс ілмек түсті. Осылай керісінше түсіндіңіз ғой, Оңның үстіне теріс, терістің үстіне оң. Ары қарай айландырып тоқи береміз. Менде мында теріс, значит оң тоқимын. Теріс, оң, теріс. Үшінші біз бұл менде қазір бірінші қатар деп есептеймін. Мен бұны қазір жаңадан, яғни жанын бастап жатқандықтан бірінші қатар деп есептесек шатаспаймыз. Енді осы тоқып жатқан бізіммен мен ары қарай жалғастырып, мына екінші жанын алатын болам. Жаңағыдай 6 ілмек қосамыз. Кромочный ілмектерден 6 ілмек қосылады. Осылай 2-2-ден екеуін бірге көтеріп аласыз. Соңғы кромочный ілмектен мен жіпті оң қолыммен ұстаймын, ыңғайлы болу үшін. 1, 2-ші ілмек, 3-ші ілмек, 4-ші ілмек, 5-ші ілмек,
және так 6-шы ілмек. Мына жерде ыңғайсыз бір ілмек ілінбей қалып отыр. Мінекей бізде осындай болды. Пока что мына басы жанына қосылып тұр. Ол ешқандай проблема емес. Бұл бірінші қатарды аяқтадық. Енді екінші қатарды бастаймыз. Вот осындай спицемен тоқысаңыз да болады, егер чулочный спицы жоқ болса. Ой, шығып кетті. Қазір мінекей енді біз ары қарай оң теріс тура жаны сияқты полный солай тоқуымыз керек. Мына носочки сияқты көрдіңіз ба? Алдыда бізде оң теріспен ары қарай түсу керек. Ол үшін қазір біз мына соңғы мына жақтағы ілмегіміз бізде ең соңғысы, ең бастапқысы жаңағы теріс па оң ба қараймыз. Оң ілмек. Енді осының үстіне түсетін ілмек бізде оң болса, теріс болу керек. Өйткені мына бірінші ілмек бізде оң. Түсінікті ғой? Осының үстіндегі ілмек теріс болу керек. Ол теріс болса, оның алдындағы ілмек оң болады. Вот осылай оң, теріс деп примерно екінші қатарды санап аламыз. Значит, бізде бірінші ілмек оң болу керек екен. Мінекей. Оң етіп аламыз. Одан кейінгі ілмекті теріс етіп аламыз. Теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, теріс. Мына жақтағы ілмек, міне бізде қазір соңғысы теріспен бітті. Қараңыз, енді мына жақтағы ілмек бізде теріс болып тұр. Теріс тоқылған болып тұр жаңа. Енді біз оны оң тоқылған болып тұр. Енді біз оны теріс аламыз. Вот. Ары қарай теріс, оң. Яғни оң ілмектің үстіне теріс түседі, теріс ілмектің үстіне оң түседі. Өстіп, қатардың соңына дейін тоқитын боламыз. Қазір мен екінші жанында көрсетемін. Шатаспас үшін екінші жағында оңай негізі. Жаңағыдай басынан санамайсыз, артынан санамаймыз. Оң, теріс кете береді. Жаңағы арты бізде оңмен аяқталды ма, ары қарай біз теріспен тоқи бердік. Одан кейін оң. Мына жақ бізде оңмен тоқыдық. Оң, теріс, оң болды. Енді келесісі теріс болады оңнан кейін. Солай кете береді. Теріс, оң, теріс. Яғни бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс. Енді келесі жаңа қатар, тағы да үшінші қатар. Ол кезде бізде мінекей жаңадан басталынды. Мына жақта бізден қалай? Оңмен бітті ма? Келесі ілмек бізде как раз теріс. Оңмен тоқылған, сондықтан біз оның үстін теріспен бастаймыз. Өйткені ол оңмен тұр, мына терісті оңмен. Келесі міне теріс, оң ілмекті теріс. Соның үстіне түсетін ілмек. Осылай кете береді қыздар. Мен қазір бір оң қатар тоқимын. Осылай. Уже мен үшінші қатар тоқып отырмын. Оң қатарды аяқтағаннан кейін жолға. Мінекей 12 қатар тоқыдық айландыра. Енді қатардың басталған жеріне келдік. Енді 8 ілмек алдын бөлек аламыз. Тура мінекей алдының басталған жері 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilмекті мен міне просто өткізіп алдым. Так, 3, 4, 5. Енді маған мына бір инспекция қажет. Жаны сияқты полный біреуде тұру керек. Сондықтан мына қалған 5 ilмекті мына жанына өткіземін дағы. Мына специяды босатып алам. Енді көреміз. Мінекей тура алды 8 ilmek, 2 жаны, арты, тура арты 8 ilmek. Жанында бізде 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek. Мына жағын санап көрейік. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Яғни бәрі дұрыс. 14, 14, 8, 8. Егер сіз бұдан үлкен размерге тоқып атсаңыз да, мысалы, мында сізде 10 ilmek болса, мында 10, мында 10 деген сияқты болу керек. Мында 16, мында 16 деген сияқты. Табанын тоқитын боламыз. Табаны мінекей. Мына жақтан былай басталып, соңында бекітіледі. Осы табанды қазір біз тоқимыз. Ол үшін қазір бізде оң беті, носочкиміздің бірінші ilmekті бірінші бастаған кезде тоқимыз. Мінекей. Просто оң тоқимыз. Табаны бізде оң болады. Ең соңғы ilmekті мына жанындағы қосып өткіземіз. Мінекей, ең соңғы 8 ilmekті жанына қостық. Енді осы екеуі міне носочкиміздің оң беті болған кезде екеуісін бірге, қазір мен мынаны аударып алайын. Аударып алдым. Екеуісін бірге осылай теріс тоқимыз. Теріс тоқып алдық. Так, 3, 6, 7, 8 ilmектер. Сол 8 болып қалу керек, қысқармай. Так, келесі ішкі жағына келдік. Пинеткенің бірінші ilmek просто өткізіп аламыз уже. Ары қарай теріс тоқимыз біз. Себебі біз ішкі жағын, теріс жағын тоқып жатырмыз. Ал мына жақтан бізге ол оң болып көріну керек. Мінекей, соңғы ilmekті жаңағыдай тоже мына жанына жібереміз дағы. Жанындағы ilmekпен қосып, екеуісін бірге оң аламыз. Ішкі жағы болғанда керісінше оң аламыз. Так, қазір. Мінекей, оң аламыз. Сонда мына жақта оң, мына жақ оң секілді қалады бізде. Так, келесі үшінші қатар, мінекей. Бірінші ilmek просто іліп аламыз, уже тоқымаймыз. Ары қарай оң тоқимыз. Соңғы ilmekті жанындағы қосамыздағы екеуін бірге теріс тоқимыз. Көрдіңіз бе? Теріс. Алды болғандықтан теріс. Келесі ары қарай төртінші қатар, жаңағы екінші қатарды қайталаймыз. Мінекей, бірінші ilmek просто іліп алдық. Ары қарай теріс тоқимыз. Теріс. Бірінші ilmekті міне просто өткізіп алдық. Жанындағы қосып аламыздағы екеуісін бірге оң тоқимыз. Ішкі беті болған кезде екеуін бірге оң аламыз. Мінекей. Сонда бізде мына жақта оң, мына жақта оң лицевой ilmek сияқты петлялар бізде пайда болады. Так, міне, ары қарай тоже осылай қайталап тоқи бересіздер. Мына жақта бізде полный, мына екі жаны біту керек. Сонда ең соңында мында 8 ilmek, мында 8 ilmek қалады. Соған дейін екі жанын полный аяқтаймыз. Кейін осы 8-ді бекітетін боламыз.
менде мінекей соңында уже мына жақта бір ілмек қалды. Осы соңғы ілмектерді көрсетіп жіберейін дедім. Мынау қазір менде сілеткеміздің оң беті. Соңғы ілмекті жанында бізде міне последний ілмек. Осыған қосып, оң беті болғандықтан керісінше біз теріс тоқып аламыз. Ал міне енді екінші жағындағы соңғы ілмек. Бізде ішкі жағы, сондықтан теріс тоқимыз. Және соңғы ілмекті аламыз. Мінекей екеуісін бірге енді оң тоқимыз. Бізде сонда мына жақта 3, 6, 7, 8, мына жақта тоже 8 ілмек қалды. Енді осы екеуін бірге біріктіріп тігу керек. Ол үшін біз қазір жібімізді кесеміз. Осындай инемізге, тоқымаға арналған инеге өткіземіз. Енді тоқып бастаймыз. Ол үшін бізде жіп мына өзіміздегі тұрған оң ілмекте тұр, менде. Демек, қазір мынадан бастайым деген сөз. Бірінші ілмекті мен просто былай өткізіп алам. Одан кейін екінші ілмек менде міне. Бұдан да просто өзіме қарай көрініп тұройы, өзіме қарай өткізіп алам. Жіберем, тартамын. Енді менде қараңыздар. Мына жерде бірінші ілмек тұр, босатылған міне, чтобы жіп өтіп тұр. Осы ілмекке қайтадан салам. Салып, келесі ілмекті мен осы жоғарыдағы ілмектерге назар аударыңыздар. Жоғарыдан төмен қарай емес, мен наоборот өзімнен сыртқа қарай салам. Көрдіңіз ба? Іштен сыртқа қарай. Осыған назар аударсаңыз болғаны, қалғаның барлығы оңай. Жіпті босаттым мен, міне уже босатылған жібім. Мына жақтағы жаңағы босатылған ілмекті табамыз. Ол бізде міне тұр. Осыған салам. Бұл өзім жақтағы спицияға тоққан кезде тек өзіме ғана салам, былай қарай, төмен қарай, яғни. Мына жақтағы босатылған ілмек уже міне көрініп тұр. Осыған саламында жоғарыға қарай жіберем. Түсінікті ғой, іштен жоғарыға қарай. Босатамыз бұны. Келесі мына жақтағы босатылған ілмек бізде міне тұр. Мына жерде тоқыма тоқылып тұр. Осыдан тағда өзіме қарай. Босатамыз. Мына жақтағы біздің дұрыс салмайған ба? Ілмегіміз жаңағы салынған. Ол міне. Жаңа біреусінен ілінбей қалыпты. Осыдан жоғарыға қарай. Бұны босатамыз. Келесі мына жақтағы біздің босатылған ілмек міне көрініп тұр. Міне көрініп тұр, босатылған. Осы ілмекке салып, өзіме қарай тартамын. Келесі мына жақтағы босатылған ілмек міне тұр. Осыған салып, төменнен жоғарыға қарай, сыртқа қарай тартам. Келесі міне менің босатылған ілмегім. Осыдан алып, өзіме қарай.
мына жақтағы босатылған ілмек міне көрініп тұрады өзі уже. Осыдан сыртқа қарай жібереміз. И босатамыз. Келесі мына жақтағы біздің жаңағы босатқан ілмекпен мына келесі ілмекті өзіме қарай тартып алам. Міне мына жақтағы босатқан ілмекпен жоғарыға қарай. Мында ілмегім, екі соңғы ілмегім шығып кетті, сабалам. Жоғарыға қарай, мына үстідегі ілмектерді тек жоғарыға ғана тартып шығарып аламыз. Ал астыдағы ілмектерді өзімізге қарай. Мына жақтағы босатқан ілмек міне уже көрініп тұр. Мына бір ілмек жаңағы тоқылған. Осыдан салып, өзіме қарай шығарып алдым. Келесі мына жақтағы босатқан ілмек бізде міне тұр. Осыдан міне жоғарыға қарай шығарамыздағы соңғы ілмегін босаттық. Енді мына бетіндегі соңғы жаңағы тоққан ілмек мінекей. Осыдан өзімізге қарай саламыз. И соңғы жаңағы босатылған ілмек міне. Осыдан астына қарай салып, жіпті артқа қарай тартамыз. Көрдіңіз бе? Бізде просто оң ілмектер шықты. Даже білінбейді да бұның тоқылғандығы. Енді бұл жіптерді біз жасырамыз. Кесіп тастаймыз. И все. Мінекей носочкымыздың табаны дайын. И сол секілді мына жердегі жіпті де жасырасыздар ішке қарай. Сонымен біздің кішкентай ғана слеткеміз дайын болды.